Трудовой договорды қайдан көреміз деген сұрақ болып жатыр екен. Сіз жеке кабинетіңізге кіресіз, давай теткеннен кейін сіз оны списоктан көре аласыз. Міне қараңыз, работодатель барлығы шығып тұрады. Трудовые договоры басасыз, міне сіздің профиліңіз, одан кейін трудовой договорыңыз шығып тұрады. Басасыз, сізде спискпен міне каждый сотруднигі сіз енгізген договордың номеріменен шығып тұрады. Сотрудникті енгізгеннен кейін жаңадан болсын, барлығын сіз осы жерде жеке кабинетіңізден көре аласыз трудовой договордан. Статусы действующий, расторгнут, немесе сроғы біткен болса, оның барлығы сізде көрсетіліп тұрады. Бір немесе бірнеше страницадан сіз көре аласыз. Міне сізден жұмыстан шығарған адамның статусы договорын расторгнуты, жұмыс істейтін адамдікі действующий болып тұрады. Немесе міне сіз бір жылға договорға отырған болсаңыз, просрочный деп, даже договордың сроғы біткен кезде де сізде көрініп тұрады.